Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен қарбыздың пайдасы және қарбызды кімдер жемегені дұрыс екенін айтып өтемін. Қарбыз А, С, Е, В дәрумендер, магний, кальций, калий, фосфор, темір, натрий элементтері өніміне бай. Бүгін біз қарбыздың пайдасы, зияны туралы айтып, оны қалай таңдау керектігі жөнінде бір қатар мәліметтер береміз. Қарбыздың пайдасы: қарбыз шырыны бүйрек пен бауырды токсиндерден тазартады, денедегі холестерин мөлшерін азайтады. Оның фолий қышқылы тері мен шашқа пайдалы, ас қорыту жүйесін жақсартады, ағзадағы зат алмасуды реттейді, қартаю процесін баяулатады, қатерлі ісіктің алдын алады. 100 грамм өнім ағзаның магнийге деген қажеттілігін 60%-ға қанағаттырады. Бұл басқа заттардан сүнуін жетілдіреді, стресстен қорғайды, бақыт гормондарын өндірісін көбейтеді, көруді жақсартады, иммунитетті күшейтеді. Қарбыз аштықты басады, артық салмақтан арылуға көмектеседі. Қашан және қалай тұтыну керек? Қарбызды тамақтан соң бірден жемеу керек, себебі тамақтан кейін бірден жеу ішектің бұзылуын алып келеді. Қарбыздың өзегі мен қабығы микробтардың көбеюі үшін жақсы орта, сондықтан да оны кесілген күйде ұзақ уақыт сақтауға және кесілген арбузды сақтап алуға болмайды. Ерте көктемде немесе жаз маусымының басында қарбызды сақтықпен сатып алу керек, өйткені оның жасанды жолмен өсіргендіктен қарбыз азот тыңайтқыштармен қанығады. Ағзаға енген кезде олар нитриттерге айналады да жүрек, қан тамыр ауруымен, тыныс алу және зәр шығару жолдарының проблемаларын тудырады. Кімдерге жеуге болмайды? Зәр шығару жолдарының аурулары бар, зәр шығару немесе бүйрек тасы барлар, диарея, ұйқы безі проблемалары бар адамдарды қарбызда абайлап жеу керек. Қант диабетімен ауыратын қарбыздарды тұтыну нормасы есте ұстаған жөн. Қарбыз қысқа уақытқа ішінде қандағы глюкоза деңгейін көтереді. Қарбызды 2 жасқа толмаған балаларға беру ұсынылмайды. Бұл олардың аллергия тудыруы мүмкін. 2-3 жастағы балалардың күнде жейтін қарбыздың мөлшері 80-100 граммнан аспауы керек. 3-6 жастағы балалар үшін 150 грамм. Қарбыздың тұтыну жүкті әйелдер үшін де пайдалы. Ондағы В9 дәрумені баланың жүйке жүйесін қалыптастыруға оң әсер еткізеді. Емізу кезінде қалыпты мөлшерде тұтынылатын қарбыз ана сүтінің арттырады. Бірақ шамадан тыс тұтыну балада диарея туындататын есте ұстаған жөн. Қарбыз таңертең немесе тағамдардан бөлек жеген пайдалы. Егер мәлімет сіздерге ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп, лайк, подписка батырмасын басып кетіңіздер.